Аңыз әңгімелер. Асан Қайғының жерұйықты іздеуі. Ауыз әдебиетінің ерте кезде тараған және әртүрлі айтылып келген әңгімелердің бір тобы Асан Қайғымен байланысты. Асан Қайғы туралы аңыз әңгімелер тақырыбы жағынан да, мазмұны жағынан да әр алуан. Соның бірі мал өсіруді кәсіп еткен еліне шырайлы жер, жайлы қоныс іздеуіне байланысты туған Асан Қайғының жерұйықты іздеуі аңызы. Желмаясына мініп алып, Асан ата көп жерді шарлап, аралап шығады. Қай жердің қандай қасиеті барын, төрт түлікке қай жер қолайлы екенін бағалап отырады. Мысалы, Тұрғай өзенін көргенде ақ шабағы май татыған, ағар суы бал татыған жер екен. Қызылтауды көргенде тау тасы кеш болғанда аңыратып жатады екен. Тоқтысы да қысыр қалмайтын қойдың жері екен. Шідертіні көргенде мына шіркіннің топырағы асыл екен. 6 ай арықтап мінген ат бір айда майға біткен жер екен. Бос жылқы шідерлеп қойғандай тоқтайтын жылқының жері екен деп бағалаған екен. Асан ата қанша жерді шарласа да төрт түлікке қолайлы қаншама жерді көргенмен ешқайсысына қанағаттанбайды. Асан ата қиялымен суы сөт, жағасы балға айналған өзені бар, көгірай шалғынды, шаруаға жайлы, жанға рахат, қадірлі қоныс жерұйықты іздейді. Қиялындағы жерге жете алмайтынына өкініп қайғырады. Осыдан кейін оның Асан атына Қайғы сөзі қосылып, Асан Қайғы атанады. Асан ата қайғысы жақсы үміт, келешектен күткен арман. Сондықтан да халық ел қамқоры болған Асан атаны ардақтап, қадір тұта, асыл мұратын атадан балаға жеткізіп, атын өшірмей сақтап келеді.